Өңір жаңалықтарына келсек, Мұғалжар ауданында жұмыс сапарымен болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Жаңажол газ өңдеу зауытының 3-ші цехын іске қосуға байланысты жұмыстармен танысты. Өндіріс алдағы 2016 жылы іске қосылады. Сондай-ақ мұнда облыс басшысы мұнайшылармен кездесу өткізді. Әлемдік дағдарыстың салдары мұнай бағасына қатысты ахуал төңірегінде әңгіме қозғалды. Облыс әкімінің мұнайшылармен кездесуі барысында энергетикалық қауіпсіздік, жұмыс орындарын сақтау және мұнай өндіруді азайтпау туралы мәселелер көтерілді. Жұма күні Мұғалжар ауданына жұмыс сапарымен барған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев өңірдегі ірі мұнай газы өндірумен айналысатын кәсіпорындарда болды. Қазақойл Ақтөбе компаниясының жұмысымен танысып, Әлібек Мола және Қожасай кен орындарында болды. Серіктестік қаралты мен көгілдір отының өндірумен және энергетикалық қазба байлықтарды қайта өңдеумен айналысады. Осыдан 2 жыл бұрын кәсіпорын газ өңдеу цехын іске қосқан. Нәтижесінде 158 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Ал компанияның өзінде бүгін күні 450 жұмысшы еңбек етуде. Серіктестік басшылығы өкілдерінің айтуынша, мұнай бағасы қанша төмендесе де еңбеккерлердің саны ешқашан қысқарған емес. Қайта керісінше олар үшін барлық жағдай жасалуда. Сервистік компаниялармен де әріптестік қарым-қатынас орнап келеді. Мұнда болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев әлеуметтік жобаларды көптеп іске асырудың маңыздылығына тоқталды. Ең негізгісі бізге осы жердегі жұмыс істеп жүрген адамдар жұмыс істеу керек. Жалақысын алу керек. Өткен себебі енді олардың әрқайсының өзінің бала шағасы бар ғой, соны асырау керек. Сондай-ақ облыс әкімі Бердібек Сапарбаев СНП Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының өндірістік кәсіпорындарында болды. Ірі компания қарасты Жаңажол кен орнында мұнай және газ өндіру мен өңдеу жөнінде үлкен кешен жұмыс істейді. Мұнда да жұмысшылар үшін барлық жағдай жасалған. Вақталық әдіс бойынша еңбек ететіндер мұндағы қонақ үй мен спорттық нысандарды және мәдениет үйінің қызметінде пайдалана алады. Кәсіпорын құрамында өзге де ұйымдар қосалқы жұмыстарды атқарады. Солардың бірінде 1000-ға жуық арнайы техникалары бар Ақтөбе көлік компаниясында облыс әкімі болып жұмысымен танысты. Бұдан басқа акционерлік қоғамдағы өндірісті энергиямен қамтамасыз ететін шағын компаниялар да бар. Кәсіпорын жұмысымен танысқан облыс басшысы мұндағы жұмысшылармен де кездесіп, олардың түрлі сауалдарына жауап берді. Ал СНП Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамы басшылығына қазақстандық және қытайлық еңбеккерлердің жалақысы бірдей болу керектігін айтып, тапсырма берді. Главное требование жағдай барлығына бірдей жасалуы қажет. Тамақтануы, тасымалда, осында тұру жалақысы барлығы бір деңгейде болу қажет. Қазақстандық жұмысшыға да, қытайлық маманға да бірдей болуы маңызды. Облыс әкімі Жаңажол мұнай-газ өңдеу зауытында да болды. Бүгін күні кәсіпорынның 2 кезеңі толық қуатында жұмыс істеп тұр. Ал 3-шісін қосу кейінге қалдырылған. Бірақ зауыт басшылығының мәлімдеуінше келер жылы іске қосылатын болады. Ол үшін барлық мүмкіндік бар дейді. Саланың даму жоспарлары ірі мұнай-газ компаниялары басшыларының қатысуымен өткен жиын барысында айтылды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев әлемдік дағдарыспен мұнай бағасының төмендеуіне қарамастан өнім өндіру қарқынын төмендетпеу керектігін баса айтты. Сондай-ақ бұл саладағы қызмет ететін шағын және орта бизнесті қолдап, экспорттық әлеуетті арттырудың маңызды екенін атап өтті. Сонымен қатар газ өндіруді ұлғайту қажеттігін ескертті. Себебі алдағы уақытта бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында көлік құралдарын көгілдір отынға ауыстыру туралы жоспардың барын айтты. В целом мы считаем, что неплохо работа идет. Тұтастай алғанда жұмыс қарқыны жаман емес, қалыпты жүруде. Әлемдік дағдарыста әсер етпей қоймайды. Дегенмен мұнай өндіруді төмендетпеу қажет. Бұл туралы біз компания басшылығымен келістік. Жиын барысында сөз сөйлеген СНП Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының бас директоры Ван Цзюйжен облыс басшылығы тарапынан әрдайым қолдаудың барын атап өтті. Алайда әлемде мұнай бағасының төмендеуі көмірсутегін өндіруге де кері әсер етпей қойған тілге тиек етті. Бірақ қазір ешқандай жұмыс орындарын қысқарту туралы жоспардың жоқтығын жеткізді. Бүгінгі күні компанияда 6500 адам жұмыс істейді. Қытайлық мамандардың саны 120-ға төмендеді. Алайда жұмысшылар санын қысқартқан емеспіз. Қазақстандық мазмұнды арттыруға барынша көңіл бөліп келеміз. Ал мұнай өндірудің төмендеуі әлемдік нарықпен байланысты. Жиында баяндама жасаған Мұғалжар ауданының әкімі Серік Шаңғытов аудан көлемінде жұмыс істейтін ірі компаниялардың жергілікті билікпен тығыз жұмыс істеудің маңыздылығына тоқталды. Себебі арнайы ұйымдастырылған жиынға шақырту алса да келмейтін көрінеді. Оның айтуынша дағдарысқа байланысты қолданылмай тұрған нысандарды мемлекетке беру қажет. Біз есеп бергенде шақырамыз, кейбірде келмей қаласыздар. Бірге болсаңыздар, халықты сіздермен де бірге, біздермен де бірге. Негізі осы мұнай өндіріп отқан өңірлер басқа жақта біз айтып жатқанымыз осыны ескерсе екен деймін басшылар. 6 здание бізде бос тұр, соған енді қағаздарын бердік. Енді арман қарап өздері пайдаланып 3 жылдан бері бос тұр. Соны пайдалану жағын, я болмаса бізге берсе, біз кейбіреуінің балабақша ашқымыз келеді, кемтар барларға орын алғымыз келеді.
сондай, бірақ енді оны өздері шешер. Бір зданиясын алдық, 6 этажды, 5 этажды, ол енді үлкен қазір пайдаланыста. Жиын соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мұнай-газ компанияларының жетекшілеріне нақты тапсырмалары берді. Әсіресе жаңа инновациялық технологияларды енгізіп, жұмыс орындарын сақтау керектігін баса айтты. Сондай-ақ облыс басшысы ірі кәсіпорындардың ісін түрлі мемлекеттік органдардың тексеруі азаятынын, ал облыс әкімшілігі әрдайым қолдау көрсететінін атап өтті. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Қазақстан, Ақтөбе.